Мінекей, слабый герой екінші сезонның шығуына санаулы күндер қалды. Бүгін Дорамшик аға YouTube арнасында дорама актерлері туралы толығырақ білейік. Олай болса, бастаймыз. Актер Пак Джи Хун, Юн Сеинді, яғни дорамада бас кейіпкерді ойнаған актер. Ол 1999 жылы дүниеге келген. 7 жасынан бастап дорама, фильм, мюзиклдерге түсе бастады. 2007 жылы алғашқы дебюті болса, ал кішкентай кезінен айдол болуға дайындалып жүрді. Ол тіпті Астро тобының бір мүшесі де болар еді. Алайда тізесіне жарақат алғандықтан топқа қосыла алмады. 2017 жылы Продюс 101 деген шоуға қатысады. Әрине, айдол болу мақсатында. Сол шоуда ол үлкен танымалдылыққа ие болып, екінші орын алды. Соңында One на One тобына қосылды. Топта сап рэпер және басты биші болды. 2018 жылдың 31 желтоқсаны күні топтан шығып кетті. 2019 жылы жеке әнші ретінде өзінің дебютін бастады. Дәл сол жылы цветочная команда брачное агентство Чосона деген дорамаға басты рөлдердің бірін сомдайды. 2020 жылы любовная революция деген мини дорамаға түсіп, Какао ТВ-де дорама миллион қаралымға ие болды. 2021 жылы Зеленая весна вдали деген дорамаға түседі. Дорама жастардың арасында танымалдылыққа ие болды. Қазақша субтитрмен One WhatsApp тобынан көруге болады. Оған үлкен танымалдылыққа келген, әлемге әйгілі еткен, оның ішінде қазақтардың арасында танымал болған Слабый герой дорамасы. Бұл дораманың да бірінші сезонын One WhatsApp тобынан көруге болады. 2024 жылы Прекрасная Одри деген фильмге және Любовная песня иллюзий дорамасына түсті. Ал осы айдың 25 күні Слабый геройдың екінші сезон шығады. Сондай-ақ ол биыл Ублюдок деген дорамаға түсуге. Келесі ол Сухо. Актер Чхве Хюнук. Ол ең алғаш 2019 жылы Любовь в реальном времени деген мини дорамаға түсті. Одан кейін де бірнеше дорамаға түскенімен олардың біреуде танымалдылыққа келмеді. 2021 жылы Мальчики и ракетки деген дорамада басты рөлдердің бірін сомдап, ең жақсы актер номинациясына ие болды. 2021 жылы Такси Делюкс дорамасында эпизодтық рөлдердің бірін ойнады. Ол жерде жағымсыз мектеп оқушысы болды. 2022 жылы бірден екі дорамаға түсіп, екеуі де оны жұлдыз қылды. Біріншісі әрине Слабый герой, ал екіншісі 25-те 21. Слабый геройдың екінші сезонында Ан Сухо, яғни жаңағы Чхве Хюнук актері пайда болады деп көпшілік үміттенуде. Одан кейін 2023-те Мерцающий арбуз деген дорамада ойнады. Ол өте танымал дорама болды. Биылда хит болған дорамалардың бірі ол Этот парень черный огненный дракон. Дорамада басты рөлдің бірін сомдады. Келесі актер Хён Кён. Ең алғаш 2017 жылы Жонглеры деген дорамаға түсті. Дәл сол жылы Школа 2017, Пока ты спишь дорамаларына түсті. 2021 жылы Далекое место фильмінде басты рөлдердің бірін сомдады. 2022 жылы Слабый геройға түсіп, танымалдылыққа ие болды. 2023 жылы Демон деген дорамада басты рөлдердің бірін сомдап, арнайы марапатқа ие болды. 2024 жылы бірден екі фильмде басты рөлдерді ойнады. Ал биыл Хорошие новости деген Netflix-тің дорамасында басты рөлдерді сомдады. Актер Рю Ун. Слабый герой екінші сезонда басты рөлдердің бірін сомдайды. Ең алғашқы дебюті 2017 жылы болды. Температура Ливи деп аталатын дорамада жас аспаздың рөлін сомдаған еді. 2018 жылы веб-дорамаларда басты рөлді сомдады. Алайда оны танымал еткен осыдан 2 жыл бұрын ғана шыққан Мерцающий арбуз деп аталатын дорама. Басты рөлдің бірін Чхве Хюнук сомдаған еді. Дәл сол жылы бір дорамада басты рөлді сомдады. 2024-те Намиб деген дорамада басты рөлді сомдады. Ал биыл История неудачников деген дорамасы шықты. Енді Слабый герой екінші сезон шықпақ. Екінші сезонда басты рөлдердің бірін сомдайтын тағы бір актер ол Чхве Мин Йон деген актер. Ең алғашқы дебюті 2013 жылы 11 жасында болды. Осы уақытқа дейін көптеген дорама фильмдерде эпизодтық рөлдерді сомдап келді. Екінші пландағы рөлдерде болды. Бірақ оны жұлдыз еткен, танымал еткен ол 2023 жылы шыққан Целую Китти деп аталатын американдық Netflix-тық сериал. Міне, енді Слабый геройдың екінші сезонында
бой көтермек. Және соңғысы ол актер Ли Джу Йон. Екінші сезонда ол жағымсыз кейіпкерді сомдайды. Ол өте танымал актер әрі айдол. Ол 2014 жылдан бастап Ю-Кис деп аталатын топта ән салады. Актер ретінде алғашқы дебюті 2017 жылы болды. 2018 жылы До свидания деген дорамаға түсіп, сол рөл үшін үздік жаңа актер номинациясына ие болды. Одан кейін бірнеше дорамаларға түсті. 2020 жылы Хороший кастинг деп аталатын дорамаға түсті. Комедия толығы торы дорама қазақша субтитрмен One Fans Up тобында көруге болады. Осы дорамадағы рөлі үшін үздік жаңа актер номинациясына ие болды. 2022-де Дворецкий за 100 вон деген дорамада басты рөлді сомдады. Дәл сол жылы 18+ фильм Чувство морали деген фильмде басты рөлді сомдады. 2023-те Шин Хэ Сонмен бірге Отважная Шимин деген фильмде ойнайды. 2024-те Аулаушылар деген фильмде де Мадон Сокпен бірге ойнады. Қазақша дыбыстамада Сақ студияда бар. Қазірдің өзінде 300 мыңнан аса қаралым жинап үлгерді. Биыл романтический фильм «Фитнес-центр 24/7», «Когда жизнь преподносит мандарины» деген сияқты дорамаларда ойнап үлгерді. Және әрине слабый геройдың екінші сезонында болады. Осымен болды. Актерлермен таныстыңыздар. Енді слабый герой екінші сезонын көруге дайынсыздар деп ойлаймын. Дораманы күтіп жүргендер комментарий жаза кетіңіздер.